Түсірілім тобымызбен бүгін халық арасында қарттар үйі атанып кеткен Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының номері 4-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығына бағыт алдық. Бұл жерде ауа райы қолайлы болса, таңертеңгілік аулаға музыка жіберіп, қарияларды бір серпілтіп билетіп алу әдетке айналған екен. Есік алдынан бірі көңілді әуенге билеп, бірі оларға қарап жымиған қарттарды кездестірдік. Біреулер музыкалық терапия арқылы жүдеген көңілдерін көтерсе, енді біреулер жан рахатын қол өнерінен іздейді. Свет апай шеберханаға жиі келеді. Алдымен жолдасынан, содан соң көп ұзамай жалғыз ұлынан айырылған ананың қарттар үйін тұрақ еткеніне 10 жылға таяп қалған. Жолдасым қайтыс болды, балам қайтты. Содан кейін жалғыз қалдым. Үйімді сатып, мұнда қарттар үйіне бердім. Өзім жұмыс жасап жүрдім. Жұмыстан шығып, мұнда қарттар үйіне бердім. Жалғыз. Жалғыздықтан қашып келдіңіз мұнда? Иә. Мұнда жағдайыңыз қалай? Бастапқыда қалай болдыңыз? Мұнда өте жақсы. Кенеттен болған жалғыз ұлының өлімі оны бір жанарынан, сүйікті немерелерінен айырған. Қанша менде бәрі жақсы десе де, немерелеріне деген сағынышы жүрегін кернейтінін байқадық. Аналарымен бірге кеткеннен кейін көрмеген қос немересі туралы айтқанда көзіне жас алып, құлындарым аман жүрсінші деп күбірледі. Немереңізді көргіңіз келе ме қазір, немерелеріңізді? Көргім келеді, конечно. Қазір ол дейтін нән жігіт болды. Думан дейтін аты. Думандап жүреді қытай кезінде. Немерелеріне деген сағынышын жүрегінің түкпірінде құлыптап тастаған күйеуананың бірі Ольга Жей. Жолдасы қайтқаннан кейін Атыраудан Ресейге қоныс аударған. Бірақ ол жақтағы бақытты күндері ұзаққа созылмапты. Екі қызы бірдей дүние салып, баз кешкен ана туған жерге қайта оралған. Здесь мои родители были, они уже умерли. Бұл жақта менің ата-анам, жолдасым жерленген. Қыздарым кеткесін ешкімге ауыртпалық салмайын деп елге келдім. Немерелеріммен бастапқыда сөйлесіп тұрдым. Қазір байланыс жоқ. Номерімді жоғалтып алдым. Қарттар үйінің қасында балабақша бар. Бүлдіршіндер мені әже дейді. Оларды көріп сағынышымды басқандай болам. Немерелерім мені өлді деп ойлағандары дұрыс болар. Қарттар үйінің ең егде тұрғыны 106 жаста болса, ең жас тұрғыны 34 жаста. Александр Чечен бірінші топ мүгедегі. Басына түскен тағдырына мойымай, бүгінде спортта жанына серік еткен. Өзін ұмытпай қамқорлап тұратын ауылдас достарына дән риза. 18 жасында осылай жайыққа барып, мойын жарақат алдым. Біраз операция болды. Коляска несіп отыратын болдым. 10 жылдай мен мамам қарады. Мамам сол қайтқаннан кейін үйде қиындық болып қарайтын кісі болмай қалды мені. Сол осы жерге ұшу болды келгеніме. Айтарым сол, мұнда жақсы қарап жатыр енді барынша. Осындай спонсорлар осындай тренажер алып келіп бізге. Мини-реабилитация өткізіп жатыр. Не успел поработать жұмыс жағында, тек школды бітірдім, училище бітірдім. Перед армияға повязка келді, мен уже үлгерім алған бағым оға. 18 жасым, осындай үйінің 18-де. Сол бәрімен араласып тұрған группа бар бізде. WhatsApp'та, социальный сетте бәрімен достарым бар, соларым бәрімен араласып тұрам. Молодцы, көмектесіп тұрады, керек заттарын қос жерім алып біледі. Мұнда қарттарға қажетті қызмет түрін көрсететін мамандар жеткілікті. Дер кезінде тиісті көмек көрсететін дәрігерлермен қатар тағайындалған дәрі-дәрмекті уақытылы ішуін қадағалайтын медбикелер, мәдениет қызметкері де бар. Газет журналдарымыз, керемет кітапханамыз, бұл енді банағы спонсорлардың, демеушілердің әкелген кітаптары, соны қанағат тұтып, ішінен талдап, тағындап оқиды. Иман айнасы атты бұрышымыз бар. Қажетті рухани байлығын дамыту үшін қарттарымыз сол кітаптарды алып оқып, арасында банағы орталық мешіттің имамдарымен кездесу кештерін ұйымдастырамыз, өздеріне рухани демалыс алады. Ал енді басқа да жақсы мәдени шараларымызды төменде
үлкен акт залымыз бар. Сонда демеушілермен бірге өткізетін, өзіміздің өткізетін атаулы мерекелік шараларды сол бөлмемізде өткіземіз. Онымен қатар біздің қарттарымыздың арасында сайыстар, дөңгелек үстел, кездесу кештері ұйымдастырып тұрылады. Біздің қарттарымыздың ой өрісінің кемуі үшін, ой өрісінің дамуы үшін, күнделікті өмірге қажетті ұмтылысы үшін және айттым ғой, мәдени рухани байлықтарын арттыру үшін мамандар қызмет атқарамыз. Адам қартайған шағында жоқтаушысы болмай, жетім қалуынан артық қасірет жоқ. Өкінішке орай қарттар үйінің тұрғындарының көпшілігінің ағайыны бар, бірақ артында іздейтін жанашыры жоқ жандар. Қазақ дана бабаларымыз қарты бардың қазынасы бар деп бекер айтпаған. Себебі қарты бар үйде береке бар, молшылық бар. Және де қарты бар үйді байқасаңыз, атасы мен әжесі бар үйде өскен бала, ол өте көреген, атаның аузында шыққан дана сөздердің дұғаларын естіп өскен бала өте маржандай және де тілі ашық, жарқын болып өседі. Ерекшеліктері бар. Және де қазақ аталарымыз қашанда ата-ананы құрметтеуге бұйырған. Тіпті Құран Каримде де Алла Тағала айтады: "Фала тақуллахума уф" дейді. Сен ата-анаңа уф деме деген. Қазақта айтқан, ата-анаң жынды болса байлап бақ деген. Бұрынғы қазақ атауларымызда, біздің тарихымызда қарттар үйі деген болмаған. Енді қазіргі күнімізде ғой, қарттар үйі деген ашылып жатқаны өкінішке орай. Бұл енді біздің қабырғамызды қайыстыратын жайт, қарттар бар деген нәрсе. Енді шариғатымыз не дейді? Кішіге мейірімділік, үлкенге құрмет көрсетпеген бізден емес деген пайғамбарымыз. Бізден емес дегені, яғни біздің жолымыздан пайғамбарымыздың алып келген асылы діннен емес деген пайғамбарымыз. Осылай ескерту жасаған. Балалары бар қарияларды бұл жерге сот шешімімен ғана алады. Тек баласы қатерлі ісікке шалдығып, ата-анасына қарау мүмкіндігі болмаса, немесе істі болып түрмеде отырған жағдайда ғана бұл ереже жүрмейді. Мұндағы өзге ұлт өкілдерінің көпшілігінің балалары шетел асып кеткен. Бұл жағдайда да қараусыз қалған қарттар сот шешімінсақ арнаулы мекемеге қабылданады. Нөмір 4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында күні бүгінге 107 қызмет алушымыз бар. Оның 48-ін мүмкіндігі шектеулі жандар құрайды. 165-ші приказға сәйкес біздің қызмет алушыларымызға 7 түрлі қызмет түрлері көрсетіледі. Соның ішінде жаңа психологиялық көмек туралы айтатын болсақ, арнайы әлеуметтік психологиялық көмектерді психологымыз әртүрлі тренингтер өткізеді, дөңгелек үстелдер, қызмет алушыларымызбен жеке әңгімелесу, топпен әңгімелесу сияқты психологиялық барлық жағдайлар жасап отыр. Өмір болған жерде енді өлім де болады дейді. Енді бұл кісілер жасы келген кісілер, енді өмірден өткен жағдайда басым бөлігі ағайын туыстарына хабарласамыз. Енді бір жақсы жағы болар, енді қазақ болғасын, көп ағайын туысы өзі соңғы сапарға өз отбасыларынан, өз шаңырақтарынан аттандырып жатады. Енді кей жағдайларда болады, шынымен де ешкімі жоқ, кәдімгі өмірде жалғыз басты, не ағайын туыс, не жора жолдас жоқ кісілерде болды. Бізде енді ондай жағдайда жаңағы тіпті кейде коллективте ақша жинап, кейде сол кісінің өзінің артына жинаған қорымен жерлеген сәттерімізде болып тұрады. Енді көбіне ағайын туысы алады деп толықтай айта аламыз. Тағдырдың тәлкегімен жалғыз қалған жандар осы жерге келіп отбасында құрып жатады. Сейтқали ағай мен Свет апайдың отбасын құрғанына биыл 7 жыл болды. Сәлематсыздар ма? Шайларыңыз тәтті болсын. Қарттар үйінде отбасын құру жұбайлық өмірден гөрі бір-бірімен шүйіркелесіп, жабырқау көңілдеріне демеу болған жандардың достығына ұқсайды. Некелесуге ниет білдірген жандарға алдымен сынақ мерзімі тағайындалады. Келісілген уақытта кикілжің туындамаса, заңды түрде некеге отырғызып, жеке бөлме беріледі. Өкінішке қарай қарттар үйін тұрақ еткен жандардың 80% өзіміздің қазақтар. Атырау облысының барлық ауданынан бар. Түсірілім тобын көріп, көпшілігі сұхбат беруден бас тартты. Бұл әрекеттерін олар өздеріне қарамай кетсе де, жақын жуықтарына сөз тигізгілері келмейтінімен түсіндірді. Біздің тұрғындарымыз, таңертең біз өзіміз әлеуметтік қызмет жөніндегі мамандар таңертең келгеннен кейін жалпы тұрғындарымызға код жасап шығамыз. Олардың қал жағдайларын білеміз. Тазалығын, тамақтануын, медициналық көмек керек пе, қандай жағдайларын бізге сұраныстарын айтады. Біз солардың бәрін
орындауға тырысамыз. Ауырып шықса түннен мысалы медицина қызметкерлеріне тапсырма береміз. Және тәтті мәтті жегілері келіп бірдеңе сұраған жағдайлар соларды әкеліп беруге тырысамыз. Сосын үлкен кісілер көбіне өздеріне қатты көңіл бөлгенді, әңгімелескенді жақсы көреді. Сол кісілермен әңгімелесуге тырысамыз. Ішімізде психолог мамандарымыз бар. Әңгімелесіп, солардың сұраныстарын, керек жағдайын жасауға тырысамыз. Бұл жерде қариялардың қалауы бойынша ас мәзірі дайындалады, яғни дәрумендерге бай тамақтар бар. Бірақ қариялардың тамағы тоқ болғанмен бұл жерде көңілдері жетім. Ас болсын. Мұнда қариялардың көңілдерін аулап сүйікті істерімен айналысуларына да мүмкіндік жасалған. Күні бүгінге дейін уақытының көп бөлігін тігін машинкасының қасында өткізіп келген Светлана әжей 1-2 жылдықта көз жанары нашарлағасын олысын қойған. Родителей похоронила, но родственникам не захотел стать обузой. Құлсары қаласынан боламын. 30 жыл тігіншілікпен айналыстым. Бұл жерге өз тігін машинамен келдім. Тұрмыс құрған жоқпын. Ата-анам ол дүниелік болып кеткеннен кейін апа сіңілілеріме масыл болмайын деп осында келдім. Арасында сіңілілерім келіп тұрады. Әлеуметтік жағдайы төмен, алған зейнетақысы дәрі-дәрмегіне де жетпейтін қариялар үшін қарттар үйінде барлық қолайлы жағдай жасалған. Жасы ұлғайған шақта 4 қабырғаға қамалып, терезеге телміріп отырудың өзі бір азап. Жалғыздықтан жапа шеккенше басқа қарттармен араласып, солармен бірге көңіл көтеруге де болады. Ішер асы, жатар төсегі де дайын. Денсаулықтарын медбикелер мен дәрігерлер қадағалап тұрады. Бірақ қанша жағдай жасалса да, өз шаңырағыңа, туысқандарыңа ешкімде, ештеңе де жетпейді. Қарттарды әлеуметтік мекемеге келуге мәжбүрлейтін жайттердің тағы бірі жастар тарапынан құрметтің аздығы, ағайындық пейілдің тарлығы. Өмір кейде қуантып тұрып жылатады. Ешкімде өзінің алдында не күтіп тұрғанын білмейді. Сондықтан қашанда өзіміздің ағайындарымызға, жақын туысымызға мейірімді болайық, бір-бірімізді қамқорлап жүрейік. Біз журналистік зерттеу жасадық. Зерделеу сіздің еншіңізде.